Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айгерім. Бүгін біз өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын пицца әзірлейтін боламыз. Мен бұл рецепті шамамен 4-5 жылдан бері қолданып келемін. Сіздерге де жасауға кеңесімді беремін. Ең алдымен апарасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суды құйып, үстіне ашытқыны, қантты және де тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, көтерілгенше 10-15 минутқа қоямыз. Біздің апара дайын болды. Енді шанышқымен немесе осылай венчикпен араластырып аламыз да, үстіне жарты кесе сұйық майды құйып, және де ұнды салып, қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей, мен қамырды илеп болдым. Енді бетін жауып, 40 минутқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырды біз екіге бөлеміз. Яғни 2 пицца жасайтын боламыз. Алдымен бірінші пиццамызды жасауға кірісеміз. Ол үшін қамырдың бір бөлігін осындай пергамент қағазы төселген табаға салып, дөңгелек етіп қолымызбен жайып шығамыз. Егерде қамыр қолға жабысып, жаюға ыңғайсыз болып жатса, азғантай ұнды сеуіп, қолымызбен жайып шығамыз осылай. Мен бұл пиццаның соусына кетчуп пен майонезді қолдандым. 2 ас қасық кетчуп және де 1 ас қасық майонезді салып, әдемілеп жағып шығамыз. Салмасына өз қалауларыңызша саласыздар. Мен колбасаны ғана салдым. Оның орнына тауық етін, фаршты, болгар бұрышы, помидор қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Енді осы пиццаны пешке мен бір салып шығамын, яғни қамыр піскенше. Кейін пісуіне 2-3 минут қалған кезде үстіне ірімшікті саламын. Оған дейін екінші пиццамызды дайындаймыз. Ол да тура солай, кетчуп пен майонезді салып, жағып шығамыз және де үстіне салмасын салып дайындап қоямыз. Пиццамыз пісті. Үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті салып, қайтадан пешке 2-3 минутқа қоямыз. Мінекей, біздің пиццамыз дайын болды. Бұл пицца менің балаларымның сүйіп жейтін пиццасының бірі, себебі өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңесімді беремін. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.